Халқымызда ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген мәні терең аталы сөз бар. Жақсы болса алғаның үйіңнен кісі кетпейді, жаман болса алғаның шындасың да шеттейді демекші, ағайынның арасындағы бітімді біріктіріп, көңілді кіріктіретін де, бауырлар арасында дәнекер болып, татулықты дәріптейтін де әйелдер. Абысын ағайындылардың жырлары. Қазақта олардың отбасындағы орны белгіленіп қойған. Қандай жағдай болса да, үлкен ағаның әйелі кішісінің әйелінен жолы үлкен болады. Абысындарының бойында кішіпейілдік, жанашырлық, қамқорлық, бауырмалдық қасиеттері болуы әулеттің басында қонған бақ. Неге деген сауалдарыңызға Бұқар бабамыздың ағайынның аразы елдің сәнін кетірер, абысынның аразы ауылдың сәнін кетірер деген сөзімізбен жауап бергіміз келеді. Сондықтан да туыс бауырмен тату болуды көксеген еркек жар таңдауда әйелдің бойындағы осындай қасиеттеріне мән беріп, шаңырақ көтергеннен кейін әйелін тәрбиелей білгені жөн. Құран аяттарында ақиқатында Алла әділдікті, ықылас пен жақсылық етуді және туысқандарға жақсылық істеуді бұйырады делінген. Туыстық қатынасты ұстанушыны Алла ешқашан қорлыққа ұшыратпайды. Бір адам, «Я Алла елшісі, маған жәннатқа кіруіме себеп болатын амал айтыңызшы» деп өтінгенде, пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Жалғыз Алла тағалаға құлшылық етіп, құлшылығыңда оған серік қоспа. Күніне 5 рет намаз оқып, зекет бер, туыстарымен қарым-қатынаста бол деп бұйырады. Мұны түсінген еркек бауырларына қамқор, әйел күйеуінің туыстарына жанашыр болмақ. Осы тұста енелер қауымына да үлкен жүк артылады. Өйткені ене есір болса, келін кесір болатында тағы бар. Енелеріміз өзінің әулет мүшелеріне деген көркем қарым-қатынасы арқылы келіндерін тәрбиелей алады.